Қазақтың түп атасы батыр түрік, арапсың деген сөздің түбі шірік. Пәленше сахабаның затсың деп алдаған, дін жамылған өңкей жүрік. Адамның тұқымынан Нұх пайғамбар, үш ұлы Хам, Сам, Яфас міне осылар. Яфастың бір баласы түрік деген, өрбіген сонан өсіп талай жандар. Болады араб жұрты Самның ұлы, біледі шежіренің бәрі мұны. Түріктің шынат екен надолы ше, түрік деп неге атанды тыңда соны. Қарлы алтай қатты суық тауда жүріп, от жаққа надолы ше оймен біліп, суықтан сөйтіп елін сақтаған соң, түрік деп хан көтерген патша қылып. Оқ өтпес түрік деген темір тымақ, ат қойған ұйқастырып елі тымақ. Жан сақтар темір киім от ел сақтар, емеспе жарасымды көрсең сынап. Аталған сөйтіп түрік надолы ше, ол кезде жылдар өтті мыңдап неше. Түріктен шыққан талай сайып қыран, жер жүзі тітренген түрік десе. Кім білмес баяқ өткен Оғыз ханды, қаратқан қол астына талай жанды. Басында Азияны түгел билеп, үрім парсы араптың да көбін алды. Жазады талай елдің жазушысы, адамның өзгеше деп қылған ісі. 340 жыл бұрын пайғамбардан атағы жер жүзіне шыққан кісі. Оғыз хан Моғол ханның немересі, Қарахан еді оның өз әкесі. Ерлігі, естілігі, әділеті әлемде болған емес бір теңдесі. Айтайын Атилланың қылған ісін, сиқыр деп ойлаған жоқ қайрат күшін. Азияны түгел билеп Еуропаның, көбі алған Атилладан қорыққан үшін. Атилла Мұнжық ханның баласы еді, басы үлкен, кеудесі кең алас еді. 1000 жарым жылдай болды өлгеніне, оның да қылған ісі тамаша еді. Қайтейін айта беріп алған жерін, атаңның ойға түсір сондай ерін. Қор болып осы күнде отырсың да, қозғалсын өткенді ойлап іште шерін. Кім білмес кешек өткен Шыңғыс ханды, жартысын дүниенің түгел алды. Талайын Еуропаның бас егізіп, қорқытып Қытайға да алым салды. Қолына туып еді қан ұстап, әлемді билейтұғын үлгі нұсқап. Қойылған Шыңғыс тауға соның аты, өзенін осы хақан кеткен қыстап. Ортасын араб Қытай түгел алып, Азия Еуропаға жарық салып, мейірімді алған елге әділетті кетеді, қарсыласса қанға малып. 800 туғанын жылға толды, Темучин атын бұзып Шыңғыс қойды. Шыдамды Шыңғыс деген мықты демек, 30-ға келмей тұрып бақыт қонды. Ол туған бүлін жылдық деген жерде, рахымды қол астында кірген елге, не дінге, не ғұрыпқа қол сұқпаған, ой жібер міне осындай кемеңгерге. Кешегі әмір темір қандай еді, әлемге жаққан жарық шамдай еді. Міне оның туғанына 600 жыл, батырдың сайып қыран маңдай еді. Әкесі Тарағайда батыр еді, кіші деген жерді билеп шатыр еді. Ту ұстап әмір темір атқа мінді, жазасын талай жауы тартып еді. Шыңғыстың алған жерін одақ алған. Болмайды бұл сөзімнің бірі жалған. Түріктің хан Йылдырым Баязитін ағашқа жеңіп ұстап таңып алған. Дұшпаннан қарсы келсе қан ағызған, бір емес мұндай қанды көп ағызған. Алғанда Асфаханды көп соғысып, 70 000 бас сүйектен үй салғызған. Түріктен талай сабаз батыр келген, шыққан ба ондай батыр бөтен елден. Қытайды шабамын деп бара жатып, ол темір дәл 71 жасында өлген. Кім білмес кешек өткен Тоқтамысты орыстан алым алып
көрдей қысты. Қазақ пен Ноғайлының ақындары едіге Тоқтамысты жыр қылыпты. Демеңіз атақтының бәрінде жазуға түгел теріп жетпес қағаз. Кейінгі айтылатын сөзді тыңда, түріктен тағы қандай шыққан сабаз. Жоғарғы айтқанымды қылсаң пайым, құя бер құлағыңа ұққан сайын. Бұл күнде Ыстамбұлда бөлек тұрған, айтайын енді Оспанды түрік жайын. Түріктің Сақа деген бір тап еді ол, тауына Гималайдың барыпты ол. Сақадан Қаңлы деген тап бөлініп, баруға Үрім жеріне тартыпты жол. Солардың кеткеніне 700 жыл айтылды, бірақ одан оны да біл. Кез болып, кезіп жүріп зор бақытқа, қандай бақ берді Тәңірі, соны есеп қыл. Қаңлының ханы болған қия деген, жер алып ерлікпенен ел билеген. Ол өліп жалғыз ұлы ер Сүлеймен, сол жерден қайта көшіп жөнеп берген. Ефраттың дариясына келіп жеткен, су тасып нөсер құйып асқан шектен, алды артқа қаза келсе Қаратама, қапыда ер Сүлеймен суға кеткен. Талапты тағдыр оған бала берген, қайраты ақыл артық дана берген. Ер Тұғырыл Сүлейменнің жалғыз ұлы, сол жерде 400 үймен қала берген. Көшсе де өңкей Қаңлы көшпей қалған, ерлікпен маңындағы елді алған. Бір талай аз уақыт әскер жиып, ер Тұғырыл есті батыр деп аталған. Хан емес, көп әскердің басы болған, қартайып сөйтіп жүріп жасы толған. Орнына Оспан деген ұл отырып, ер Тұғырыл 90 жаста опат болған. Осы Оспан көбел алып хан болыпты, ақылды, аса айлалы жан болыпты. Келгенше осы кезге сол ат өшпей, Оспанды түрік деген даң болыпты. Ұғып ал осы сөзді жас ұландар, өз бауырың ол түрікте осыны аңғар. Құл болып біз қорлықта отырсақ та, көп шыққан атамыздан арыстандар. Шыңғыстың үлкен ұлы Жошы хан ғой, баласы Батудағы Батыржан ғой. Сарт Ноғай, Қалмақ, Қырғыз, Қыпшақ, басында бәрі соған қараған ғой. Орысты алғаш алған Бату өзі, 1243 жылдың кезі. Сағымға садақ ілген Сайын хан деп, Батуға қойылған ат лақап еді. Бату мен бір туысқан Тоқай Темір, көшпелі көк орданы сол билеп жүр. Біздің ел онда қазақ атанған жоқ, Сарт Ноғай, қазақ қалмақ түбіміз бір. Батудың жұрағаты Өзбек хан, тұсында болған екен ол мұсылман. Дін қалды Өзбектен деген мақал, қалмайды әлі күнге аузымыздан. Темір хан Тоқай Темір жұрағаты, дейтұғын Орманбет хан лақап аты. Айнытпай атасының орнын басқан, түріктің олдағы бір асыл заты. 1446 жылы келгенде, Орманбет қаза жетіп ол өлгенде, таласып зор хандыққа ұсақ хандар, быт-шыт қылып Ноғайлы. 1446 жылы келгенде, Орманбет қаза жетіп ол өлгенде, таласып зор хандыққа ұсақ хандар, быт-шыт қып Ноғайлыны 4 бөлгенде. Астрахан Қырым Қазан қаласында, болыпты 4 билік хан таласында. Билеген бергі шетті Әбілқайыр 1450 жылдың шамасында. Осы кез біздің қазақ атанғандық, түрікте бір әдет бар ескі заңдық. Тамызып қанын сүтке қосып ішіп,
анда деп жасайды екен туысқандық. Туысқа анда болған қарамайды, жақын деп қан қосылмай санамайды, ішсе де қай ұрумен қанын қосып, бір туған жақыным деп бағалайды. Құралған әр рудан қазақ басы, анда боп қан қосылған қарындасы, ел болып өз еркімен еркін жүрген деген сөз қазақтықтың мағынасы. Қазақтың әз Жәнібек ханы болған, билеген сыртын ноғай заңы болған, арғынның арғатасы дайыр қожа дейтұғын бір әділ би тағы болған. Ол биді Әбілқайыр жақсы көрген, ақ жол деп оң тізеден орын берген. Қобыланды қара қыпшақ батыр еді, намыс қып күндестікпен шайтанға ерген. Өлтірген аңдып жүріп ақ жол биді, қазаққа осы жұмыс ауыр тиді. Қысасқа Қобыландыны өлтірем деп, жар салып әз Жәнібек халқын жиды. Жалынған үш кісінің құнын ал деп, алмаған бізге керек емес мал деп. Бермеген Әбілқайыр Қобыландыны, мұны өлтірсең қалған ел бұзылар деп. Сондықтан өкпе қылып қазақ көшкен, Қыпшақты шауып жаншып қатты кескен. Шудағы Шағатайдың нәсілінен қараймыз Мұғыл Темір ханға дескен. Әскерін үшке бөлген әз Жәнібек, ұлы жүз, орта жүз бен кіші жүз деп. Шағатай тұқымынан Ахмет Алаш үстінен көшкен елдің тұрған билеп. Ол кезде қазақ қалмақ жерге талас, болса да тұқымы бір затар алас. Ахметті Әзірейіл Алашсың деп, қалмақтар оның атын қойған Алаш. 1500 жыл боларда Батыр Шайбақ нәсілін Әмір Темір түгел айдап, Самарқанд пен Бұхарды тартып алып, Ташкентке де кіріпті көзі жайнап. Соғысқан Ора төбе деген жерде, ұқсаған ағызған қан аққан селге. Өзбек өз ағам, сарт садағам деп, болысқан сонда қазақ Шайбақ ерге. Бұл Шайбақ Әбілқайыр немересі, атақты өзбектің шөбересі. Өлтіріп Алаш ханды Ташкентті алған, үйірін қайта тапты деген осы. Баласы әз Жәнібек Қасым еді, атағы сол соғыста асып еді. Қасымның қасқа жолын сол шығарған, Ташкеннің алтын тағын басып еді. Қасымның баласы еді Сығай ханың, тұр еді түгел билеп Ташкент маңын. Сығайдың баласы екен Тәуекел хан, айтайын сарт Ташкентті қайта алғанын. 1598 жылдың кезі Тұрсын хан Ташкентті алып сол биледі. Түрікке сарт атанған хан боп тұрған, бұл Тұрсын Шайбақ ердің тұқымы еді. Есім хан Тәуекелден туып қалған, Есімнің ескі жолы заң шығарған. Өлтіріп түн ішінде Тұрсын ханды, Ташкентті сартты шауып қайтып алған. 1600 жыл таянғанда, Есім хан ескі тағын қайталғанда, Айбике, Қоңырбике, Нұрбикені ол жалап алып келген сол барғанда. Тұрсынды өлтірерде түнде барып, күзетшісін есіктің байлап алып, Есімнің қасындағы бір жышысы оятқан Тұрсын ханды әнге салып. Сондай ер бүгін қайда құдайым ау, бұл елдің бүйтіп қор боп тұрған анау. Өлмеген Тұрсын ханды оятқанда, төлеген жышысының сөзі мынау. Ей қатағанның хан Тұрсын, кім арамды ант ұрсын, жетім елді жылатып, жер тәңірсіп жатырсың. Хан емессің, қатынсың, қазақ хан емессің, қатынсың, қазақ келді қапылсын.
Алтын тақта жатсаң да, ажалың жеткен пақырсың. Көнбесең де көнерсің, иманыңды айт өлерсің. Еңсегей бойлы ер есім шашқалы тұр қаныңды, алғалы тұр жаныңды, кешікпей сонан көрерсің. Есімнің салқам жәңгір баласы еді, ол дағы қалың елдің панасы еді. Жәңгірдің қалмақ қызы қатынынан, әз тәуке адамзаттың данасы еді. Қыз еді Хайыпқаның бір қатыны, осыдан уәлі бақы туған ұлы. Әз тәуке хан болған соң өкпе қылып, кетіпті үргенішке дейін мұны. Осы еді Абылайдың арғатасы, болмайды бұл сөзімнің еш қатасы. Абылайдың осы атасы сол жақта өліп, хан болған, мұнда келіп қарабасы. Бұл жерде Абылайды тоқтатайын, қараңдар шежіремнен оның жайын. Басыңда Күлтөбенің күнде кеңес, жол салған әз тәукені сөз қылайын. Ақылы айдын көлдей толыштырған, қасқа жол ескі жолды толықтырған. Бекітіп бір жолата қазақ заңын, жол салып мінсіз қылып орнықтырған. Аздан соң жау көбейіп болған қауіп, қазақты тұс-тұсынан әр ел шауып, 1552 жылдарында шетіне Амудария барған ауып. Баласы Болат хан боп әз тәуке өлген, хан шыққан Нәдір деген парсы елден. Жан жағын әлгі Нәдір жалмаған соң, қайта ауып біздің қазақ сырға келген. Келгені 1700 жылдың шамасында, қалмақ бар бұрын сырдың жағасында. Әрі отыр, бері отыр деп талас шығып, болыпты талай соғыс арасында. Қазақтан қалмақтан да хандар туған, аз емес өлген адам Адыртаудан. 1723 жыл шамасында жеңіліп, әрі жұтап қазақ ауған. Қазақтар Қаратаудан аса көшкен, Ақтабан шұбырынды болды дескен. Тұсында Абылайдың қалмақтайдай, қорлықтан кек алғаны қалмай дестен. Жазғанмын ендігісін мұнан бұрын, шежіремнің еңлік кебек оқы бірін. Осыған соны қосып жаттап алсаң, білерсің түп атаңның барлық сырын.